Саламатсыздар ма, әріптестер? Әріптестеріміз кіріп алсын. Бір 5 минут 17:05 бастайық. Он екі адам. Қазір 17:05-те бастайық. Он жеті адам. Так, әріптестер, даусым естіліп тұрған болса, сабағымызды бастайық. Саламатсыздар ма? Қайырлы күн. Мен сіздерге чатқа кіргізіп қойды. Сондықтан сұрақтарыңыз бар болса, қазір тапсырма орындау барысында сұрақтарыңыз бар болса, скриншот жасап, сол жерде қойсаңыздар болады, WhatsApp чатқа сұрақтарыңызды. Немесе дауыстарыңызбен осында қойсаңыздар болады. Естіліп тұр ма, көрініп тұр ма, бір кері байланыс беріп қойсаңыздар, әріптестер. Естіліп көрініп тұр. Жақсы, рахмет. Бүгін бізде кіріспе сабақ, жасанды интеллект туралы түсінігі және біз қандай бағдарламаны қалай установка жасаймыз, қалай қолданамыз, яғни алғашқы қадамдары болады, және даму тарихы туралы сабағымызды бастайық. Жалпы
Мгм. Біз жасанды интеллектпен не жасай аламыз, бізге не береді, сол туралы, жасанды интеллект не үшін қажет бізге, сол туралы сол сұрақ аясында кері байланыс берсеңіздер, қалай ойлайсыздар? Араларыңызда мүлдем қолданбайтындар бар ма, немесе қолданып жүргендер бар ма? Чат GPT-ді қолданып жүрміз ғой қазір. Ол да бір сол элемент емес па жасанды интеллекттің? Рахмет, әптес, кері байланысыңызға. Араларыңызда қолданбайтындар бар ма? Қалай қолдану керек, не береді, не үшін екенін? Шынайы болайық, қазіргі таңда әлі де кеш емес, әлі де білім алу барысында, ақпарат алу барысында барынша шынайы болып сұрап, белсенді болыңыздар. Жақсы. Жалпы жасанды интеллект бізде қазіргі таңда, білесіздер, барлық мүмкіндігі енді шексіз деп айтсақ болады. Бізге ғылыми зерттеу жұмысын жасауда, дипломдық жұмыс жасауда, студенттерге бағдарлама беру жасауда, яғни барлық жағынан сурет, видео, түс жору, жалпы психотерапевттің сұрақтарға жауап беруі, барлығынан жан жақты, жаңағы мүмкіндігі енді керемет. Солардың ең ішіндегі тиімділерін қай бағдарламалармен, wordпен жұмыс жасауға болады, қай бағдарламасы бізге презентацияны тез жасап береді деген сияқты, қай бағдарламасы бізге дикторлық дауысымызды өзгертіп береді деген сияқты бағдарлама, қай бағдарламасы дипломдық жұмыс жазғанда пайдалы деген сияқты сұрақтарға болашақта жауап беретін боламын. Бүгінгі сабақ бізде кіріспе сабағы. Жалпы бүгін біз қалай пайдаланамыз және ол бағдарлама чат-GPT бізге не береді деген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Яғни айтып отырғандай, ол аналитикалық есеп беру барлық жағынан жылдам және тез береді, иә. Яғни адам интеллектіне қажет ететін тапсырмаларды орындауда қабілетті интеллектуалды жүйелер бағытталған информатика саласы ғой бұл. Енді оның тарихына тоқталатын болсақ, Алан Тьюринг жасаған, ең алғаш рет оны 1950 жылдары, кейбір деректерде 48 жылдары жасай бастаған, яғни ақпараттар. Қазіргі таңда өте қарқынды дамуда, білесіздер. Жалпы жасанды интеллект бізге не бере алады, яғни қай салада көмектеседі? Жасанды интеллект медицина болсын, экология болсын, кез келген жаңағы математика болсын, банк саласында болсын, қай саласында болса да бізге жаңағы өте қажет екен. Ол бізде виртуалды шындықтарды көруде, цифрлық стимуляциялар жасауда, онлайн платформа мен қосымшалар, яғни бағдарламалар, приложенияларында, мысалға геймификация жасауда өте қажет екен. Мысал ретінде айтайын, мысалы бір гүл ауырып тұрса, ол гүлдің қандай аурумен ауыратынын жасанды интеллекттің көмегімен лезде 1-5 минуттың ішінде диагноз жасап, қандай ем беруде. Мысалы бір диагнозыңыз бар болатын болса, соны өз жасанды интеллекттің өзінің приложениялары бар, қазір браузерлермен таныстыратын боламын болашақта. Яғни салған кезде оған кәдімгі сізге дәрігер кеңес беретінін, тіпті өзіміздің түс жоруымыз бар қазақтарда. Яғни түс жоруда түсіңізді жазсаңыз, енді керемет жоратын бағдарламалармен, приложениялармен таныстыратын болам барлығымен. Яғни қайсында презентация, PowerPoint деген сияқты қайсысы тиімді екенін сөйлейтін боламыз. Ал бүгінгі дәл қазір біз барлықтарыңыз чат-GPT-дің тіркейтін боламыз. Кім тіркелмеген бар ма араларыңызда? Тіркелмегендеріңіз бар болса, тіркеліп алайық бірінші. Мен тіркелмегенмін. Онда қазір мен чатқа фото жіберемін. Барлығымыз тіркелеміз, себебі біз жаңағы тапсырма орындайтын боламыз. Сілтеме жібердім WhatsApp чатқа, немесе менің мұндағыдай, яғни кез келген андай Google болсын, Chrome болсын, кез келген браузерге чат-GPT деп жазамыз. Немесе мен сілтеме жібердім, соны бассаңыз да болады. Чат-GPT деп жазасыз. Жазып болғаннан кейін сізде бірнеше түрлер шығады, астында да бірнеше түрлер шығады.
мен ұсынамын екінші версиясы, мынау ақ түстегі версиясын ұсынамын. Осының үстін басасыз. Басқаннан кейін сіздерде осындай экран шығады. Барлықтарыңыз кіріп жатырсыздар ма? Себебі тапсырма орындаймыз қазір. Қазір ноутбук қосып жатырмыз. Яғни бірінші кез келген ноутбуктарыңызда браузерге чат GPT деп жазасыздар. Жазып болғаннан кейін мұнда поиск деген знак тұр, міне қарасаңыздар, поискті басасыздар. Басқаннан кейін бірнеше версиясы шығады сіздерге. Мен сіздерге ұсынамын екінші версиясын пайдалануға, ашуға. Немесе тура осы чат осының сілтемесін мен сіздерге WhatsApp чатқа жібердім. Кірдік. Кіргеннен кейін барлығыңыз тіркелгенсіздер ме? Мен тіркелмегенмін. Иә, телефонмен де кірсеңіздер болады. Егер түсінбей жатқан нәрселеріңіз бар болса, суретін WhatsApp чатқа жіберсеңіздер болады. Менде мынандай шығып тұр деген сияқты. Тіркелмеген болсаңыз, тіркелу регистрациясын басыңыз. Басқаннан кейін сізде тіркелуді басқаннан кейін сізде мындай экран шығу керек. Жоқ, мен тіркеліппін. Тамаша. Тіркелмеген болсаңыз, Google-мен басып кірсеңіз болады. Кірген болсаңыз, экран шықты, дұрыс па? Барлықтарыңызда? Шықты. Қазір әрқайсыңыз өздеріңіздің пәндеріңізге жылдық жоспар сұрайсыздар. Және оны маған Word түрінде айналдырып, маған чатқа жібересіздер. Егер бұндайды жасай алмайтын болсаңыздар, көмекке жүгінсеңіздер болады. Сұраңыз, мен жауап беремін. Қалай жасайды деген сияқты. Сұрағыңызды қайталаңызшы. Дәл осы чат GPT-ден, мысалға мен химия пәнінің мұғалімі болсам, химия пәніне жылдық жоспар сұраймын. Бірінші курс студенттеріне. Қазір мен көрсетемін сіздерге. Так. Экран көрініп тұр ғой, иә? Көрініп тұр ғой сіздерде, иә? Жылдық жоспар ма? Бізде силабус сұрайық па? Силабус сұраңыздар. Әріптестер, араларыңызда бар ма пайдалана алмайтындар? Мүлдем пайдаланбағандар? Өтініш шығыңыздар, үйреніп алыңыздар, бір қайырлы болсын, курсты бекерден бекер уақыт алмаңыздар.
Білмесеңіздер сұраңыздар, көмектесейін. Егер білсеңіздер, мына тапсырманы орындаңыздар. Ау? Пайдаланып жүрміз, осылай жаңағыдай силабус чатқа жазып дайындап береді, но бірақ вордқа скачивать еткенде сол жерден копировать етіп ставить етеміз документке. Мен қазір соткамен кіріп отырмын. Сіздер мысалға Word түрінде деп, Word форматында деп сұрайсыздар ма? Иә, Word форматында Осылай, иә? 15 лекция, 30 практика деп, аха. Тамаша, тамаша. Бар ма әріптестер, араларыңызда білмейтіндеріңіз? Яғни бұл курс енді, яғни осы жасанды интеллекттің толық түсіну үшін беріліп тұр ғой сіздерге. Яғни барынша түсіндірейін. Бүгінгі сабақ кіріспе сабағы, тіркелу, қалай қолдану білесіздер ме барлықтарыңыз? Білмейтіндеріңіз болса шығыңыздаршы, өтініш. Бірінші болса, екінші болса. Мен тіркелмедім, сіздің ссылкаңызбен отырмын. Мгм. Тіркелген, тіркелмегенімді білмейді екенмін. Гуглға жазам, ChatGPT деп, содан кейін сөйтіп Мгм. қолданып жүріп солай. Мысалға маған мысал шығарып берді, міне қазір көшіремін. Осыны мен WhatsApp чатқа жіберемін. Динара ханым, Мгм. менде сұрақ бар. Мгм. Қоюға болады ма? Иә, әрине. Вот қазір бізге силабус дайындап беріңізші деп мен сұрадым. Ол Мгм. маған силабус дайындап берді. Мгм. Мен бұл ChatGPT нені енді ғана Мгм. қазір пайдаланып жүрмін Мгм. кейбір кездерде. Бірақ біздің студенттер бұны жете біліп алған. Мгм. Мен оны білмейді екенмін. Бірақ менің бір сұрағым бар. Студенттер осы ChatGPT арқылы курстық жұмысты жазып жатыр. Енді олар дайындап келгеннен кейін бәрі дұрыс, біз қабылдап жатырмыз. Бірақ ол қаншалықты бұл студенттердің ешқандай ойлауға мүмкіндік бермейді ғой. Бұларға дап-дайын нені жасап беріп жатыр. И жаңағы нені де презентация, жаңағы курстық жұмыстағы барлық тапсырмаларды орындап береді. Одан кейін в конце өткенде ол қазір плагиаттан өтеді ғой. Мгм. Менің группамда сондай жағдай болды. Олар маған айтады, апай бәрін дайындап береді, не сұрасаңыз дайындап береді деген кезде мен шынымен таң қалдым, екінші курстың студенттері. Мгм. Сосын онда күшті екен ғой деп күлдім енді мен. Содан кейін олар 20 студенттің жаңағы несі жасанды интеллектпен жазған енді. Өйткені әдемі қылып жазған, сөзі де мағыналы, Мгм. сөйлемдердің бәрі ұйқасқан. Сосын неден плагиаттан өткен кезде, бірақ бәрінде бір белгі шықты. Өйткені ол жаңағы жасанды интеллекттің белгісі. Бірақ енді ешқандай кедергі болған жоқ, ол бірақ студенттердің барлықтары курстық жұмыстарын тапсырып шықты. Сонда енді бұл негізінде рұқсат па осылай студенттерге, бізге осылай қолдана беру керек или бұл немен программамен злоупотреблять етпеу керек шығар, мүмкін жай бір нелерді сұрау керек шығар, иә? Мен соған Сіз сұрағым бар еді. сәл рахмет сұрағыңызға. Сіз сәл ғана пайдаланбай дегенмен де бұны даже тіпті оқушылардың өздері де пайдаланады ғой. Олар уже қазір алда ғой, бізден алда ғой. Сондықтан біз де білу керекпіз де, біріншісі. Екіншісі, академический честность дейді ғой. Сіз мысалға мына бөлімнің қай жерден алдың, мына қай оқулықтан алдың деген сияқты сондай сұрақтарды қою арқылы ғана біз кішкене оның кішкене терең іздену, студенттің терең ізденуіне ғана шаг жасай аламыз деп ойлаймын. Мысалға бізде Гуглда не бар ғой, қай оқулықтан алдың деген сияқты сұрақтар қою арқылы. Яғни мына бөлімін қай жерден алдың деген сияқты. Ал бұл әрине менде платный версия, әрине қазір мен сізге диплом жазып бер десе диплом жазып береді менікі. Олар да соны қолданады деп ойлаймын. Себебі біздің өзіміз біз енді келгенмен олар біраз уже біліп қалды. Студенттер мен оқушылар қазір бізден қарағанда барлық версияларын біледі. Олар бәрін білетін сияқты. Иә.
бірақ енді олар соны көп пайдаланып өздері. Енді енді шығып жатыр ғой, заңға енді шығып жатыр. Біріншіден, бұл қай бөлімін қай жерден, академический честность сияқты, қай бөлімін қай жерден алдың деген сияқты сұрақ қою арқылы ғана біз оқушылардың немесе студенттің алдымыздағы олардың ізденуге талпындыра аламыз, және академический честностьқа бір тәрбиелей аламыз деп ойлаймын. Олар ол кітаптың Рахмет. бетін ашпайды да ғой, біз сияқты мысалы кітапханада біз мына мысалға бірінші кітапты Баймұратовтан алдым, екінші кітапты мысалы Шоқыбаевтың кітап несінен алдым деген сияқты ондай нәрсені олар чат GPT-де жазады да жалпы ол туралы ақпарат, ол кітаптар туралы ақпарат білмейді. Сондықтан жаңағыдай академический честностьқа ғана тәрбиелей алатын сияқтымыз, сұрақ қою арқылы ғана, талап ету арқылы ғана біз қоя алатын сияқтымыз. Мгм. Тапсырма орындасаңыздар, сіздер чатқа жіберсеңіздер. Әріптестер, барлықтарыңыз білесіздер ма? Бастысы білет, келесіде бізде күрделенеміз. Басқа бағдарламалармен танысамыз. Біз бүгін кіріспе сабағы, тағы да айтамын. Біз бүгін барлығымыз тіркеліп алуды білуіміз керек, тіркеліп алуымыз керек, және хотя бы элементарный бір сұрақты қойып, тапсырманы орындай алуымыз керек. Бүгінгі мақсатым сіздерден сол. Барлықтарыңыз білесіздер ме? Білмейтіндеріңіз бар болса шығыңыздар, айтыңыздар, әріптестер. Бұл үйрену үшін сіздерге. Бар мүмкіндікті пайдаланып үйретейін. Себебі Жібердік келесі бағдарламаларда бізде ChatGPT-дің келесі дипломдық жұмыс жазу бағдарламаларымен танысамыз, презентация жасайтын, тағысын тағы да. Сондықтан бүгін біз қарапайым аз алфавитте басын кіріспе бөлімді толық меңгеру керекпіз. Яғни бүгін біз барлығымыз ChatGPT-ді тіркеліп алған болуымыз керек, және оны кішкене қарапайым тапсырма беріп, тапсырманы орындата алуымыз керек. Әріптестер жіберіп жатыр. Рахмет, тамаша. Бар ма араларыңызда ChatGPT-ді пайдаланбаймын, және қалай тіркеледі, қалай деген. Егер ұялып жатсаңыздар, жекеме де шықсаңыздар болады. Дәл қазір мен аттарыңызды атап түстеріңізді істемеймін, тек бастысы үйретемін. Бар ма араларыңызда? Кетіп қалдым мен. Тіркелу жөнінде айта салыңызшы, соны айтып кетесіз ба, қалай тіркелу керек екенін? Негізі қазір менімен бірге тіркелсеңіздер жақсы болар еді. Жақсы, айтып өтем. Мысалға, бір мынандай браузер бар, сіздерде. Мынандай поискта интернет браузер бар. Қазір экран көрініп тұр ма сіздерге? Иә, көрініп тұр. Осы жерге мысалға поискке жазасыз. ChatGPT деп жазыңыз. Сізде бірнеше ленталар шықты, қарап тұрсаңыздар, бірнеше ленталар шығады. Яғни осының ішінде мен OpenAI-ды пайдалануға ұсынамын. Осыны басасыз үстінен. Басқан кезде қарап тұрғандарыңыздай начать сейчас, скачать приложение деп тұр. Войти деп тұр. Сіз осында начать сейчас бассаңыз болады. Менде өзі тіркеліп тұрғандықтан сразу кіріп кетті. Ал сіздерде регистрация деген шығу керек. Қазір оны мен сіздерге былай көрсетейін. Мына жерден. Жаңағы жерде бастық, біз кірдік сілтеме арқылы. Сіздерде войти және зарегистрировать деген текст шығады мынандай. Соны тіркелуді бассаңыз, тіркелмей-ақ тапсырма берсеңіз орындайды, бірақ тапсырма 5 тапсырмаға дейін орындайды. Тіркелуді басасыз, сізден сұрайды. Егер ұялы телефонмен кіріскен болсаңыз, астында және номер телефона деп жазылып тұрады. Егер компьютермен болса, осылай шығады сізде. Яғни продолжить Google дегенмен басам. Яғни продолжить Google дегенді басасыз. Сол кезде өзіңіздің Google-іңізбен автоматом тіркеліп кетеді. Яғни бұл тіркеліп алдыңыз.
сіз қазір жасасаңыздар дұрыс болар еді, білмейтіндеріңіз тіркеп көріңіздер, яғни тапсырманы орындап көріңіздер. Яғни осындай шыққан кезде сізде, міне мынандай экран шыққан кезде, міне мынандай экран шықты, жаңадан экран. Осы жерге өзіңіздің пәніңіздің силабусын тапсырма ретінде орындатқызып, маған тапсырма ретінде жіберсеңіздер. Яғни біз бүгін азын білу керекпіз, яғни ChatGPT не екенін білу керекпіз, оған тіркеліп алу керекпіз келесі сабақтарда, себебі оның басқа да мүмкіндіктерімен танысатын боламыз. Яғни бүгін барлығымыз ChatGPT тіркеліп және тапсырма орындата алатын халде болу керекпіз. Сұраққа жауап бере алдым ба? Бар ма сұрақ? Менде мынандай сұрақ бар. Ал қалай тапсырма орындалды скачать етіп аламыз Word-пенен? Тамаша сұрақ. Яғни мысалға мен қараңыздар, міне силабус деп бердім ғой, иә, тапсырма. Тапсырма орындады, иә? Міне орындады, иә? Мына жерде қарасаңыздар, копировать деген текст көрініп тұр ма сіздерге? Көрініп тұр, иә, көрініп тұр. Осыны копировать дегенді бір рет бассаңыз, мынандай галочка шығады. Яғни осыны WhatsApp-қа мысалға осылай вставить етіп жібере аласыз. Міне, вставить етіп жібере аласыз. Әшейін произвольно кете бере ма? Жоқ, ол тіркеу туралы видеоны чатқа жібере алмаймын. Қазір сұрақтарыңызды мен осында жауап берем, осында қойыңыздар. Мен видео оны қайтадан түсіріп жібере алмаймын. Мұнда копировать дегенді басып, сіз оны Word-қа да сала аласыз. Мысалы, копировать еттім, мен оны мысалға өзімнің Word-ым бар болса, мұнда Word бар деп есептейін қазір. Міне, новый экран. Экран көрініп тұр ғой сіздерге, иә? Яғни, мысалы, вставить ете аламын. Енді, мынау не болғандықтан шимақай болып тұр. Word болса, ондай болмайды. Қазір Word ашайын. Міне, Word аштым. Регистрация жасалды менікі. Енді жасалды. Рахмет. Бастысы келесі сабаққа дейін біз тіркеліп, хотя бір тапсырманы орындата алатын халде болуымыз керек. Себебі бұның басқа да мүмкіндіктерімен танысамыз, әріптестер. Барынша пайдаланатын жақсы, ең тиімді мүмкіндіктерімен танысатын боламыз. Разрешение бермей тұр менде Word-қа қазір. Сіздерде берілетін шығар, сіздерде Word-қа жаңа копировать еткендеріңізді, мысалынан копировать етіп, Word-қа қоя аласыздар. Дәл осыны Word-қа вставить етіп қоя аласыздар. Тағы сұрақ бар ма? Қазіргі тапсырма мынандай болған. Тапсырма мынандай болған. Өздеріңіздің пәндеріңізден силабус сұрайсыздар. Қазір 1 минуттан кейін бізде өшеді, қайтадан 10 минуттан кейін кіреміз, 7 минуттан кейін кіреміз. Себебі менде запись болады да, бұда Zoom-да. Қазір әріптестер 7 минуттан кейін қайта кіреміз. Жарай ма? Жарайды. Жақсы. Рахмет, жақсы.